Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбын анықтап көрейік. Бұл сөздер кімге қатысты айтылып тұр екен? Ол ұлы ақын, ол дара тұлға, ол өлең жазады, ол атақты ақын. Бұл кім? Әрине, Абай Құнанбайұлы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Абай Құнанбайұлы ұлы ақын. Сабақ мақсаттары. Бүгінгі сабақта жаңа сөздер үйренеміз. Мәтінді оқып, сұрақтарға жауап береміз. Өлеңді мәнерлеп оқимыз. Бүгінгі жаңа сөздер. Баспа, издательство печать, қолжазба, рукопись, мақтаныш, гордость, ұлы, великий, ақын, поэт, жазушы, писатель. Жаңа сөздерді тағы бір рет қайталайық. Баспа, қолжазба, мақтаныш, ұлы, ақын, жазушы. Жақсы, жаңа сөздерді сөздік дәптерге жазып, жаттап ал. Келесі тапсырмалар. Бірінші тапсырма. Мәтінді түсініп оқы. Абай Құнанбайұлы ұлы ақын. Ол қазақ халқының мақтанышы. Абай атаның қолжазбалары бізге жеткен мол байлық және маңызды мәдени мұра. Абай атамыз адамгершілік, достық, мейірімділік, білім, табиғат туралы көп жазды. Біз бұл туралы музейде сақталған құжаттардан білеміз. Біз Абай атаның өлең әндерін ата-әжелерімізден көп естиміз. Олар бала кезден Абай атаның өлең әндерін жаттап өскен. Абай атаның өмірін Мұхтар Әуезов зерттеді. Абай ата туралы әңгімелерді жинады. Кейін Абай жолы кітабын баспадан шығарды. Мәтінді тағы бір рет өзің оқып шық. Келесі жазылым. Мәтін бойынша сұрақтарға жазбаша жауап бер. Демек, дәптерге орындаймыз. Бірінші сұрақ. Абай Құнанбайұлы кім? Жауап беріп көрейік. Абай Құнанбайұлы ұлы ақын. Екінші сұрақ. Абай атамыз қандай адам болған? Абай ата не туралы жазған? Абай атаның қолжазбалары қайда сақталады? Абай ата туралы кітапты кім жазды? Осы сұрақтарға жазбаша жауап берейік. Келесі тапсырма. Айтылым. Абай Құнанбайұлының кез келген өлеңін таңдап, мәнерлеп оқы. Мысалы, ғылым таппай мақтанба өлеңі. Ғылым таппай мақтанба, орын таппай баптанба, құмарланып шаттанба, ойнап босқа күлуге. 5 нәрседен қашық бол, 5 нәрсеге асық бол, адам болам десеңіз. Тілеуің, өмірің алдыңда, оған қайғы жетсеңіз. Өсек, өтірік, мақтаншақ, еріншек, бекер мал шашпақ, 5 дұшпаның білсеңіз. Талап, еңбек, терең ой, қанағат рақым ойлап қой, 5 асыл іс көнсеңіз. Сонымен, балалар, бүгінгі сабақты қорытындылайық. Балалар, біз бүгінгі сабақта Абай Құнанбайұлы кім екенін білдік. Абай Құнанбайұлы туралы мәтінмен таныс болдық, сұрақтарға жауап бердік. Өлеңді мәнерлеп оқыдық және жаңа сөздермен таныс болдық. Бүгінгі сабақ аяқталды, балалар. Сау болыңыздар.